Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2017 жылғы 24 часа на жизнь атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар, өйткені видеоның соңында сіздерге арнап кішігірім конкурс өткіземін. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Арнайы топ Кит атты жігітті шөл дала арқылы Намибияға жеткізбекші. Ол Қызылтас әскери ұйымына қарсы сұхбат беруі тиіс екен. Жол бойы Кит өзінің бұл жерге қалай тап болғанын айтуда. Оңтүстік Африканың шекара бекетіне келгенде алдарында үлкен жүк көлігі тұрғанын байқайды. Бір кезде Лин атты Интерпол агенті тұзаққа түскендерін сезіп қояды. Осылай айналаны қоршаған террористер оларға оқ жаудыруда. Бірақ рөлде отырған Лин олардан аман-есен құтылып, жігітті де құтқарып қалады. Фрэнк пен Трэвис көлдің жағасында шарап ішіп отыр. Фрэнк досының қармағына ешқандай балық түспейтінін айтады, өйткені жігітті жансыз деп санайды екен. Бірақ Трэвис оның бұл сөздерін қалжың көріп отыр. Бірнеше минуттан соң екеуі орындарынан тұрып жағаға күлді төге бастайды. Бұл Трэвистің әйелі Кейт пен баласы Адамның күлі болып шықты. Екеуі де бір жыл бұрын Трэвистің миссиясы кезінде қайтыс болған екен. Кешке қарай Трэвис мас досын үйге жеткізген соң төсекке жатып демалудың орнына қайта шарап ішуге барға кетеді. Өзінің жақсы көретін шарабын ішіп отырғанда барға күдікті екі жігіт кіреді. Трэвис олардың кімді іздеп жүргенін түсініп, әдейі әйелдер әжетханасына тығылмақшы. Ал екеуі болса оны ерлер әжетханасынан іздеп жүр. Трэвис хлормен сұйықтық дайындап ішке қарай лақтырып жіберген соң есікті жаба қояды. Тұншығып әзер шыққан екеуі Қызылтас атты ұйымнан келгендерін айтуда, және Джим Трэвисті тезірек табуды бұйырған екен. Барға қайтып келген Трэвисті үстел қасында бұрынғы досы Джим күтіп отыр. Оның айтуынша Трэвис бір сатқынды өлтіруі керек, өйткені оның кесірінен Қызылтас ұйымы қирайын деп тұр. Бірақ Трэвисте қазір демалыс болғандықтан бұл ұсыныстан бас тартады. Джимнің айтуынша Қызылтас ұйымы миссияны орындауды тек Трэвиске сеніп отыр, және бұл үшін $2 миллион төлеуге дайын екен. Қомақты ақшадан бас тарта алмаған Трэвис бұл миссияға да келіседі. Аэропортқа барар жолда Джим оған миссия жайлы айтуда. Трэвистің басты мақсаты Интерпол алдында сұхбат беретін Кит болып шықты, және де ол Лин атты агенттің қарамағында екен. Емханада жатқан Лин баласы Кристоферге хабарласып, жақын арада Гонконгқа қайтуды шешеді. Ертеңінде Линнің үйіне келген Трэвис өзін Линнің досымын деп таныстыруда. Кристофердің айтуынша анасы ертең келеді екен. Осыдан соң ол тездетіп Лин үшін оңтүстік Африкаға ұшады. Аэропорттың күту залында Линді сөзге тартып, көмекшілеріне Гонконгқа баратын рейсті қайтаруды бұйырады. Осыдан кейін Трэвис Линге сезімін білдіріп, оны кешкі асқа шақырады. Келесі күні Линді өлтірмекші болғанымен, Лин оның кім екенін біліп қойған екен. Трэвис сол жерде қыздың қолынан қаза болып, осылай миссия сәтсіз аяқталады. Бір кезде Трэвис Хелен атты дәрігердің дауысынан оянады. Қызылтас ұйымының басшысы Станис одан Киттің орнын сұрап, бұл жұмысты енді Джимға тапсырмақшы. Бірнеше минуттан соң Хелен оны наркотикпен қайта өлтірмекші болғанда, Трэвис орнынан атып тұрады. Енді дәрігерді тұтқынға алған соң, Трэвис қолындағы таймерді көріп 24 сағаттан соң қайта өлетінін естиді. Хеленді тұтқынға алып, базадан шыққан соң қызды еркіне жібере қояды. Енді Фрэнкке хабарласып, өзінің қайтып келмейтінін айтуда. Сосын барып, стоянкада тұрған біреудің көлігін ұрлап, жолға аттанады. Осы кезде Кит жасырын ғимаратта Интерполға сұхбат беруде. Ол да бұрындары Қызылтас ұйымының киллері болған екен. Бір күні ол базаға ауыр техникаларды жеткізуге барғанда, сол жерден экспериментке ұшыраған көптеген адам денелерін көріпті. Бәрінің кеудесі мен қолдары шрамға толы. Бір кезде терезеден көрші ғимаратқа қараған Лин снайперді байқап қояды. Тез арада Китті эвакуацияға алған сәтте алдарынан пайда болған Трэвис оларды көлікпен алып қашпақшы. Бірақ көп ұзамай Джим Китті атып түсіреді. Кейт сұхбат жазбасы бар камераның флешкасын алып үлгерген екен. Флешка Трэвисте екенін түсінген Джим ашулана бастайды. Станис миссияның сәтсіз аяқталғанын естіп, енді Джимнің бала-шағасына қауіп төндірмекші.
Ашуланған Джим тезірек Кристоферді ұрлап әкелуді бұйырады. Осыдан соң Трэвиске хабарласып, флешканы балаға ауыстыруды ұсынғанымен, Трэвис оған келісетін емес. Бұны естіген Лин баласына қатты алаңдауда, бірақ Трэвис оны құтқаруға уәде береді. Түнде жолға шыққан сәтте Трэвис жолдан баласын байқайды. Сөйтсе бұл эксперименттің әсері екен және баласы көзіне елестеген болып шықты. Квартираға келіп, Трэвис ақырындап керек заттарды жинаған соң өзінің бұрынғы досы Амальмен кезігеді. Лин одан Қызылтас ұйымы жайлы сұрауда. Амальдың айтуынша бұл ұйым жергілікті адамдарға көп көмегін тигізген екен. Лин олардың құпия эксперименті жайлы айтқанда барып, Амаль оларға көмектесуге келіседі. Арнайы топ Кристоферді өз базаларына апармақшы, бірақ жол ортасында өртеніп жатқан көлікті көрген соң жол бағытын өзгертеді. Бір кезде алдарынан күтіп алған Трэвис пен Лин баланы ақшаға айырбастауды ұсынуда, бірақ Зак онымен келісетін емес. Осылай араларында шайқас басталады. Лин баласының қай көлікте екенін таппай жүргенде біреу көлікті жарып жібереді. Трэвис киллер болғандықтан Кристофер жалғыз қашқан көлікте екенін түсініп, екеуі оның артынан қуады. Бәрі ойлағандай болып, баланы аман-есен құтқарып алады. Осылай Трэвис олармен қоштасып, Линға флешканы билік басындағыларға жеткізуді өтінеді. Кристофердің орнына отырған Трэвис жүргізушіге Қызылтастың ғимаратына баруды бұйырады. Жолда Трэвис өзінің ең жақын досы Джиммен қалай миссияда жүргенін еске алуда. Сол кезде Джим қарсыластар өте кекшіл екенін айтып, Кейт пен адамның қайтыс болғанын жеткізеді. Ғимаратқа келген сәтте Трэвис күзетшіні өлтіріп, жүргізушіні босата салады, ал Джим мен Станис болса оның барлық әрекетін байқап отырған болатын. Станис оған флешканы қайтар деп Қызылтас армиясы қазір оқ жаудыратын ескертеді. Трэвис өзінің бұрынғы досы Фрэнкке хабарласуда, бірақ досы тамақ әзірлеп жатқан соң телефон дауысын еститін емес. Уақыты аз қалған Трэвис оның ұсынысынан бас тартады. Алдыңғы терезені бронежилетпен жауып, жаңбырша жауған оқтардан әзер аман қалады. Осы кезде Қызылтастың наемниктері Фрэнкті өлтірмекші болатын, бірақ Фрэнк оларды дробовикпен күтіп алады. Әскерлер ақырындап көлікке жақындағанда айналаның бәрі бомба екенін байқайды. Оның жарылғаны соншама ғимараттың лифт шахтасына дейін қирайды. Станистың бөлмесінен пайда болған Трэвис бәрін бірінен соң бірін қырып шығады, ал Джим болса асықпай шарап ішуде. Трэвистің көзіне қайта баласы елестеп, жақында бірге боламыз дейді. Ауыр жарақаттанса да, Трэвис істі соңына дейін жеткізбекші. Станис қашып кетпес үшін аяғынан атып, келесі пистолетті Джимға бағыттайды. Станис Трэвистің бала шағасын өлтіру үшін Джимді жіберген болып шықты. Өйткені жақындарын жоғалтқан адам аяушылықты білмейді екен. Джим болса бәрін мойындап, өзінің бала шағасының амандығы үшін өлтіргенін айтуда. Қатты ашуланған Трэвис сонда да досын өлтіре алмай оны кешіреді. Джим қолындағы пистолетпен Станисті өлтіргенде ішке кіріп келген әскерлер оны да атып түсіреді. Бәрін байқап отырған Трэвис ақырындап есін жоғалтуда, өйткені өмір сүруіне бар жоғы бірнеше секунд қалды. Жағада оянған Трэвис әйелі мен баласын көреді. Енді баласымен сөйлеспекші болғанда, баласы одан қаша бастайды және сол кезде оған біреудің дауысы естіледі. Сөйтсе Хелен алғыс ретінде оны қайта тірілткен болып шықты. Осымен біздің 24 часа на жизнь атты киномыз аяқталады. Достар, сіздермен бірге кішігірім инста-пиар жасағым келіп тұр. Бүгінгі видеоға ең үздік комментарий жазған адамның инстасын келесі видеоға тіркеп қоятын боламын. Ол үшін комментарийдің қасына өз парақшаңызды жаза кетіңіздер. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.